сау саламатсыздар ма? Армысыздар, құрметті әріптестер. Егер де естіліп тұрса, плюс санын жазыңыз, көрініп тұрса, оны жазыңыз. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Тамаша. Естіліп тұрса, онда вебинарымызды бастайық. Rivercoins компаниясының партнерлары, серіктестеріміз және ақпарат алуға өз үйім бағдарламасының маркетингіне қосымша бағдарламасы Тілектер аралдары бағдарламасының берілген мүмкіншілігін, табыс көзін бірі деп презентациямызға келіп тыңдаушылар, құрметті қауым, жаңадан келген қонақтар, барлықтарыңызға қош келдіңіз деп айтқым келеді. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Менің есімім Бибігүл Төлегенова. Мен Rivercoins компаниясының қазақ тілінде ақпарат беретін арнайы спикерімін. Әлемнің қай түпкірінде тұрсаңыз да, қазақ тілінде ақпарат алғыңыз келсе, әр аптаның сәрсенбі күні 21:00 Астана уақыты бойынша интернет арқылы осы берілген вебинарда сіздермен бірге боламын. Бүгінгі күні барлықтарыңызды коронавирус келіп, карантин жарияланып, көбісі интернет бизнесін таңдап, үйінде отырып табыс табуға кірісті. Жанұяңызға көбірек назар аударыңыз. Туған туыстарыңызбен бірге болыңыз. Бизнесті әлем бойынша жайлап тұрған тек жеңіп шығу ғана емес, пайдалы жолын қарап, бизнеске шақырып, командаңызды, құрылымыңызды үлкейтіп, интернет, WhatsApp, әлеуметтік жүйе және осындай вебинар арқылы жетістікке жетуіңізге шақырамыз. Біріншіден, Алла бар екенін ұмытпаймыз. Алла тілегіңізді қабыл алды. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Өмірді таңдаңыз. Жеңістікті, жетістікті таңдаңыз. Бақытты болу таңдаңыз. Осының бәрі қолда болу үшін жасау керек. Жасаңыз. Ал енді маркетингті толықтап айтып түсіндіріп жіберейін. Тілектер аралдары. Бұл бағдарлама 23 қараша 2019 жылы старт басталды. Бұл бағдарлама өз үйім бағдарламасының қосымша тікелей байланысы бар бағдарлама. Барлық бағдарламалар Rivercoins компаниясының бір бағыты болып есептеледі. Компания Rivercoins 2016 жылдан бері әлемге танымалы болып келе жатыр. Компаниямызда бірнеше бағыт бар. Ал өз үйім бағдарламасы бұл сіздерге әрбір серіктеске өз үйінің кілтін алуға, егері болуға бір мүмкіншілік бар екенін. Сіз егерде өз үйім бағдарламасының егері болсаңыз, өз қалауыңызбен осы тілектер аралдарына бірден тіркеліп, тағы да қосымша қомақты табыс табуыңызға болады. Сонымен, тілектер аралдары 6 аралдан тұрады. 6 арал дегеніміз 6 түрлі бизнес орындық площадки, ячейки, матрица деп айтса болады. Біздің бағдарламамызда бұлар аралдар деп саналады. Бірінші аралға кіріп тіркелу үшін сізге $100 қажет. Сол $100 сізге бейнекурстың 3 түрлі бейнекурстық пакет беріледі. Бұлар сіздер
MLM құрылымына адамдарды қалай шақыру, тіркеу және жарнама беру интернет жүйесіне және бизнесіңізді ары қарай дамыту үшін не істеу керек екенін біліп алатын, үйреніп алатын бір бейне курстар. Үш бірдей бейне курстың құны $100 болса, және сіз сол сәтте бірінші аралдың иегері бола аласыз. Гүлзат, дауысы жоғалып кетсе, шығып қайта кіріңіздер. Әлде басқаларына да естілмей тұр ма екен? Бірінші аралдың сонымен иегері болдыңыз. Ал әрбір аралда 4 бизнес орыннан бар. Әрбір бизнес орын толған сайын сіздің жеке шотыңызға ақша санаулы түрінде түседі. Бірінші серіктес, бір досыңыз, бір танысыңызға ақпарат айтып, осы бизнеске тіркеген сәтте сіздің салған 100% $100 бірден жеке шотыңызға түседі. Оны шығарып алуыңызға да болады. Ал екінші серіктес тіркелген сәтте сіздің жеке шотыңызға балансқа $100 жинақ тобына жиналып тұрады. Үшінші серіктес досыңыз келген сәтте $100 тағы да балансқа түсіп, оны да шығарып аласыз. Демек, $200 бірден шығарып алсаңыз, төртінші кісіден тағы бір $100. $200 балансқа жиналған $200 сіз бірден екінші аралға өтіп кетесіз. Ал екінші арал тағы да 4 бизнес орыннан тұрады. Әр қайсы сіздің серіктестеріңіз өз ниеттерін жасап, сіз жасаған жолды маркетинг шартының бойынша 4 кісіден шақырған сәтте олар да $200 шығарып алады және $200 екінші аралдың иесі болып саналады. Сонымен 4 бизнес орынға әр қайсысы сіздің балансыңызға $200-дан $800 жинақ тобына жиналып, сіз үшінші аралға да өтіп шығасыз. Ал үшінші аралдың ерекшелігі бар. Бұнда бір серіктестен бірден $400 маркетинг бойынша ақша шықса, оған қоса 4 клон береді. Клон дегеніміз не? Клон деген сізге компаниядан берілетін тағы да қосымша бизнес орындар. Клондар жұпсанды және тақсандыға бөлінеді. Және клондар сіздің құрылымыңыздағы партнерларыңызға қосымша табыс әкеледі. Олар клондар арқылы жылжуына да мүмкіншілігі бар. Сөйтіп, мінекей 4 клон сізге бұйырса, екеуі жұпсанды, екеуі тақсанды болады. Ал жұпсанды клондар бірден бірінші аралдағы сіздердің партнерларыңыздың бос орындарына бірден іске қосылады. Сол сәтте сол партнер әлі өз серіктесін шақырмай жатып, сіздің клоныңыз арқылы $100-ға ие болады. Ал егер сіздің тақсанды клондарыңыз қайда кетеді? Ол клондар өз клондарыңыздың астына түседі. Сол сәтте сізге тағы да бір қосымша $100 түседі. Демек, бірінші серіктес үшінші аралға соңыңыздан келген сәтте бірден сізге $500 аласыз. Ал қосымша 4 бизнес орныңыз бар. Әр клон сізге тағы да осы маркетинг бойынша табыс әкеледі және әр клон өз ретімен осылай жылжыған сайын клоннан клон тағы туындайды. Сөйтіп, сіз мінекей үшінші аралдың екінші бизнес орны тағы да өз серіктесіңізбен, болмаса жоғары сізді шақырған спонсордың клоны арқылы толу мүмкін.
Екінші бизнес орны толған сәтте $800 бірден сіздің жеке шотыңызға жинақ тобына түседі. Бұл баланста тұратын ақша. Ал үшінші серіктес, үшінші бизнес орынды толған сәтте сізге тағы да 500 клон және 500 доллар және 4 клон маркетинг бойынша беріледі. Клондар өз клондарыңызды да, өз серіктестеріңізді де қуантып, тағы да екінші аралға жылжытады. Төртінші серіктес, төртінші бизнес орынды толған сәтте сізге тағы да жинақ тобына $800 түседі. Демек, сіз бұл үшінші аралдан $1000 ақшалай шығарып аласыз, 8 клоныңыз болады және $800 екі жинақ тобынан, екі бизнес орыннан $1800 төртінші аралға бірден өтесіз. Төртінші арал. Сіз 6 аралдың үшеуін жапқан сәтте бұл енді жарты жолдың қақ белін басып 4-ке өттіңіз деп есептеңіз. Жинақтау тобы болып есептеледі. Төртінші аралдың 4 бизнес орны толған сәтте сіздің шотыңызға $6400 жинақ тобына жиналып, сізді бірден 5-ші аралға өтуге көмек беріледі. Сонымен сіз салған $100-дан мінеки 5-ші аралға да жеттіңіз. Не бар шақырған? 4 кісі, 4 серіктесіңіз бар. Әрбір адам өз шартын орындап 4 кісіден шақырған сәтте, олар да соңыңыздан тура сол жолды өтіп, сіз жасаған әрекеттей жасап, сіз тапқан табысқа да жетіп, өз командасына клон шашып, мінеки 5-ші аралға соңыңыздан біреуі келер. Сол сәтте бірден сізге $3200 және 32 клон түседі. Ал 32 клонымыз жұпсанды және тақсанды болып бөлінеді. Сол сәтте 16 клон өз партнерларыңыздың астын жапқан сәтте қаншама кісі екінші аралға да өтіп кетеді. Қаншама кісі $100 және $200 табысқа ие болады. Әрине, сіздің 5-ші аралға жеткеніңіз барлығына қуанышты болады. Өйткені маркетинг осы бағдарламаның барлықтарына үлкен қуанышқа бөлінеді. Өйткені сіздің қалған тақсанды 16 клоныңыз өз клондарыңызды жапқан сәтте, сіздің бір клоныңыз түгелдей бірінші аралды жауып, екінші аралға өткенде тағы да сіздің серіктестеріңіздің бос орнын толтырады. Сол сәтте, егерде ол серіктес 3 бизнес орны толып тұрса, 4-шісін сіздің клоныңыз жапқан сәтте, бұл серіктес 3-ші аралға да өтіп кетеді. Сонымен әр аралда клонға келген серіктес сіздерге қуаныш, сіздің клондарыңыз, сіздің серіктестеріңізге үлкен қуаныш береді. Сол сәтте 32 клон бытырап бүкіл структурыңызды толтырып, бір сәтте сіз қарасаңыз, өз шотыңызға тағы қосымша $800 ақша түседі екен. Сөйтіп, 5-ші аралда сіз 3200 емес, бірден $4000 иегері боласыз. Ал қандай екен? Бұл теңгемен шақсаңыз, уже миллион теңгеден асып тұр. Сіз миллионер болдыңыз, қазақша деп айтсақ. Әрбір елдің әлем бойынша әрбір адам осы мүмкіншілікті пайдаланып, осындай табысқа жете алады. Бүгінгі күнде доллар өсіп жатса, құттықтаймыз, сіздердің табыстарыңыз доллармен. Ал енді мінеки 5-ші аралдың 2-ші бизнес орны да толар. Бұл өзіңіздің құрылымыңыздағы серіктесіңізбен толуы мүмкін,
Мүмкін сізді шақырған спонсор, ол болмаса одан жоғарғы спонсордан. Тіпті компаниямыз осы маркетингке ол да партнер болып тіркелген. Компанияның клоны, Rivercoins клоны да осы жерге түсуі мүмкін. Сол сәтте бірден сіздің жеке шотыңызға $6400 жинақ тобына балансқа түседі. Үшінші серіктес тағы да бизнес орынды, үшінші орынды толтырған сәтте тағы да $4000 ақшалай және 32 клон сізге бұйырады. 32 клоныңыз тағы да бөлінеді, жұп саны және тақ санды болып бөлінеді. Клондар бірден барлық клонның құны $100. Әрбір клон сіздің бірінші аралдағы серіктестеріңіздің уақыты мен минут секундысына қарап, кім бірінші келген, сол адамның орны бос болса, артынша сол жерге қосылып, іске қосылады. Сол сәтте сол партнерға $100 тағы да табыс беріледі. Ал бір сәтте бір партнер әлі өз серіктесін шақырмай жатқан сәтте, клондарыңыздың төртеуі де 4 бизнес орнын толтыруы да мүмкін. Сол сәтте бұл партнерға үлкен қуаныш және бір емес $200 өзіне шығарып алуға қаражат жұмсалады және $200 ол партнеріңіз бірден екінші аралға өтіп кетуі де мүмкін. Сөйтіп, бұл 5-ші аралдың 4-ші бизнес орны тағы толғанда, сізге жеке шотыңызға балансқа $6400 жинақ тобына тағы түседі. Бұның қорытындысы сізге бірден $8000 ақшалай шығарып алуға және 64 клон бұйырады. 64 клоныңыз бар бүгінгі сәтте, осы сәтте. Алдында тағы да 8 клоныңыз бар. Ал клондарды клон жауқан сәтте олардан тағы клон туса, клондардыңыздың саны шексіз болады. Және клондар маркетинг бойынша ең кемі $100-дан, $200, $500 және мінекей $4000 сізге табыс әкеледі. Бұл сәтте, бұл бағдарламадан сіз мінекей соңғы аралға, 6-шы аралға да қадам бастыңыз. 6-шы аралдың басқа аралдардан айырмашылығы неде? Айырмашылығы 6-шы аралда да тура әрбір аралдай 4 бизнес орын бар. Демек, 6-шы аралда әрбір бизнес орын толған сайын сізге қомақты чек түседі. Және 6-шы аралға біздің осы бағдарламадан әлем бойынша азғантай ғана санды партнерлар келді. Бұл сәтте 6-шы аралға соңыңыздан бір серіктес келген сәтте сізге бірден 9000, демек одан да көп ақша түседі. Маркетинг бойынша $7800, оған қосып 50 клон беріледі. Ал 50 клон оларды жұп санды және тақ санды 50-де 50 болып бөлінеді. Сол сәтте 25 клон, 25 данасы сіздің құрылымыңыздың партнерларыңызға бірінші аралға жаңағы тіркелген уақытына байланысты, минут секундына байланысты бос орындарды бірден толтырады. Ал тақ санды 25 клоныңыз бар тағы да. Олар сол сәтте, осы минут, осы секундта өз клондарыңыздың бос орындарын бірден толтырады. Өз клондарыңыздың 4-еуі бірден толтырады және ол клон 2-ге өтеді. 2-ге өткен клон
тағы да өзіңізге емес, өз серіктестеріңізге, партнерларыңыздың екінші үйінің бос орнын толтырады. Ал үшінші аралды толтырған клондар 4-ке барады. 4-ші аралға тағы да өз серіктестеріңіздің, партнерлардың бос орнына барады. Демек, бұл үлкен қуаныш, үлкен қозғалыс, бұл жерде үлкен толқын болып қозғалады деп айтсақ болады. Өйткені бұл жерден сіздерге де пайда, сіздің спонсорыңызға да қуанышты, өйткені сіз 6-шы аралға оған мүмкін бірінші емес, екінші серіктес болып, екінші бизнес орнын толтырсаңыз. Не болады? Екінші бизнес орын $12,800 ие боласыз деген сөз. Ал әрине бұл жерде енді клон саны жоқ, бітті қалды, я? 50 клон бір 6-шы аралдың барлығында бірінші аралға шашылды. Екінші бизнес орын, үшінші бизнес орын, төртіншісі. Әрқайсысы үлкен қомақты сумасы бірдей чек береді. Әрқайсынан $12,800 сіздің шотыңызға түседі. Әр суманы шығарып алуыңызға болады. Бұл жерде, бұл 6-шы аралда жинақ тобы деген жоқ. Түсті ақша шығарып аласыз. Шығарып алғанда міндетті түрде бірдеме сатып ал, автопрограмма, үй алу деген жоқ. Бұл жерде сіздер өз еркіңізге жұмсайсыз. Өз арманыңызға, өз тілегіңізді орындауға берілген сома ақша. Сөйтіп, мінеки 3-ші бизнес орын толғанда тағы да $12,800 иесі боласыз. Сіз миллионерсіз. Миллионер командасына, миллионерлармен бірге араласыңыз. Миллионер болыңыз және өз қауымыңызды, өз туған туыстарыңызды, таныстарыңызды миллионер болуға шақырыңыз. Осы ақпаратты айтып жеткізіп түсіндіріңіз. Енді мінеки 6-шы аралдың 4-ші бизнес орны да толар. Бұл өз жеке серіктесіңізбен толады. Болмаса, жоғары спонсорыңыздан клон келеді. Ол спонсордан болмаса, одан жоғары қаншама спонсорларыңыз бар, соның біреуінен клон келеді. Демек, админнан да клон келуі мүмкін, өйткені админ компанияның бұл да серіктесі болып саналады. Спикерлардан, соның ішінде мен де спикер болып саналамын. Менің де клоным өз серіктестеріме, өз командама, құрылымыма осы әрбір аралда бизнес орын толтыруы мүмкін. Өйткені спикерлерде партнер болып есептеледі. Олар да осы маркетинг бойынша өз құрылымын құрып, маркетинг бойынша табысқа жетеді. Тіпті компания, Rivercoins компаниясы өзі партнер болып тіркелген. Және демек партнер компанияның Rivercoins клоны да әрбір аралда 6-шы ғана емес, 5-те де, 4-те де, 3-те де, тіпті 2-де де 1-ші аралға да Rivercoins компаниясының клондары түсуі мүмкін. Және тек қана мүмкін емес, факт бар, дәлел бар. Құрылымымыздағы серіктестердің 1-ші аралдағы бос орындарын Rivercoins клондары толтырған фактілер тағы да бар. Сол сәтте әрбір серіктес әрине қуанышқа бөлінеді. Сол сәттерді біз қаншама адам бар әлем бойынша бөлісуіміз керек. Осы ақпаратты айтып жеткізуіміз керек. Сол сәтте ғана қаншама энергияңызды бересіз, қаншама біліміңізді шашып барлығына жеткізіп отырсаңыз, әрине сіздің құрылымыңыз үлкен болып өседі.
Құрылымыңыз өскен сайын сізге үлкен нәтижеге сіз жетесіз және үлкен қомақты чекке ие боласыз. Ал үлкен чекке ие болған сайын құрылымыңызға клон арқылы тағы да көмек бересіз. Бұл маркетингтің ең жақсы жағы, ең ерекшелігі бұл клондары екенін әрқашан біліп жүріңіз, ұмытпаңыз. Егер де бұл маркетинг бойынша сіздің серіктесіңіз озып кетуі де әбден ықтимал. Сол сәтте не болады деген сұрақ туар. Сол сәтте сіздің клондарыңыз ол серіктеске көмекке бармайды. Соны ғана білесіз. Ал ол кісінің төмендегі серіктестерінің барлығы сіздің командаңыз. Сондықтан ол командаға сіздің клондарыңыз бәрібір бұйырады. Оған ренжімеу керек, мені озып кетті деп. Ал демек спонсорыңызбен әрқашан бірге жүріңіз, санасыңыз және клондары, ол кісінің спонсорыңыздың клондары сізге бұйырсын десеңіз, әрқашанда бірге санасып, маркетингті санап, қадамдарыңызды, әр қадамыңызды жақсылап, қарап, санап жылжытыңыз. Сол сәтте клондар ең бірінші индекс 1, демек бірінші алғашқы бизнес орныңыздың артын толтырады деген. Ал егер де олар толып болса, солдан кейін ғана бос орындар сіздің құрылымыңыздағы индексі 2, 3 және одан көпті бизнес орындарын толтырады. Демек, сіздің клондарыңыз ешқашан басқа қарама қайшы, параллель, басқа структураға, құрылымға кетіп қалу мүмкін емес. Сіздің клондарыңыз өз командаңызға, өз құрылымыңызға ғана төменге шашылып, бос орындарды толтырып, сіздің құрылымыңызды өзіңізге қарай жылжытып, итеріп, көмектесетінін соны әрқашан біліп жүріңіз. Ал демек, енді сұрақтарыңыз бар болса, оны көрейік. Маркетинг бойынша осы. Қайырлы кез, презентация тілеймін. Кіре алмай отырмыз. Гүлсім, презентация уақыты мінекей 26 минут өтіп кетті, әлі кіре алмай отыр. Демек, сілтеме жіберілді, ссылка. Соған басу керек тұғын, Гүлсім. Сосын атыңызды жазып, я согласен деген галочка бар, соған басу керек. Және войти деген сөзге тағы да бассаңыз, сіз вебинарда әрқашан боласыз. Әрқашанда өз спонсорыңызбен хабарласып отырыңыз. Демек, ссылкамен вебинарға кіре алмадым деген өте аянышты, өте өкінішті. Сет жоқ па, Гүлсім? Гүлсім, мүмкін сізде сет жоқ болар шығар. Шығып қайтып кіру керек еді. Можно перезайти. Да, нет звук. Қазақ тілінде вебинар жүріп жатса да, біздің кейбір серіктестеріміз әрқашанда орыс тілінде сұрақ та қояды, орыс тілінде жауап та береді. Гүлназ, тамаша. Рахмет барлықтарыңызға. Маркетинг бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Ойластырып, жазып, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Дегенмен, ең бірінші сұрақтар адамдарды қалай тіркеймін, қайдан әкелем деген сұрақтар болуы мүмкін. Базаргүл, тамаша. Рахмет, сізге түсінікті. Жұмабике, сізге де рахмет. Интернет арқылы, таргет арқылы, скайп арқылы, WhatsApp, Facebook, VK, Instagram арқылы жаңадан адамдар іздеңіз, танысыңыз, ақпарат беріңіз. Өзіңіздің нәтижеңіз
бүгінгі күнде әлі жоқ болса, өз спонсорыңыздың нәтижесін көрсетуіңізді сұраймын. Болмаса, осындай вебинарларға қатысуын сұраймын. Қазақ тілінде әрбір сәрсенбі күні 21:00-де сіздермен бірге мен боламын. Орыс тілінде тыңдаймын. Менің командамда тек қана орысша сөйлейді, орысша түсінетін адамдар жиналып жатыр десеңіз, ол да әбден мүмкін. Өйткені дүйсенбі күні орыс тілінде өз үйім бағдарламасы свой дом, жұма күні тілектер аралдары острова желаний, жұма күні әрбір аптаның дүйсенбі күні және жұма күні орыс тілінде Ксения Бестужева сіздерге вебинарда шығып түсіндіріп және сұрақтарыңызға орыс тілінде жауап береді. Соны әрқашан біліп жүріңіздер. Әрқашанда батыл болыңыздар. Бұл сіздің таңдауыңыз, сіздің шешіміңіз. Міндет алыңыз, өзіңізге міндет алыңыз, жариялаңыз міндетіңізді, сонда сіз жеңіп шығасыз. Өміріңізде өзгерту үшін сіз системалық, бір қалыпты, бір бағытта қозғалыңыз, бір маркетинг, бір компанияны алға жылжытсаңыз, әрине үлкен жетістікке алға жылжисыз. Демек, таста тамған суда тасты тесіп шығады деген бар. Сонымен ақпаратты, өз привычкаларыңызды, күнде ақпарат айтуды өзіңізге міндет алсаңыз, әрқашан сізді тыңдайтын адам табылады. Егер туғандарыңыз қолдамаса, не істеуге болады? Оларды қызықтыратын ынталарына назар аударыңыз. Сол сәтте оларды бірінші болып Сіз оларды бірінші болып қолдасаңыз, сонда туыстарыңыз сізді де қолдайды. Осы уақытқа дейін жеткен жетістіктеріңізді, нәтижеңізді көрсетіңіз. Сол сәтте әрине бәрі айқын болып көрінеді. Сізге керек мінез құлқы, адамгершілік качество дейміз ғой, сондай адамдармен араласыңыздар. Тренингтерге, вебинарларға, интернет сабақтарына, YouTube каналдардан қарап әрқашанда танысып, сондайға қатысуыңызды сұраймыз. Сол сәтте өзгерісте барлығы болады. С кем поведешься, от того наберешься деген бар, это русская мудрость есть. Кіммен аралассаң, содан қабылдайсың деген бар. Кіммен араласқыңыз? Егер де сізге жақсы энергетика, сенімділік, бай қуатты болғыңыз келсе, сондай адамдармен араласыңыз. Сондай адамдардың интернет арқылы, кітап арқылы солардың биографиясымен таныс болыңыз. Сол сәттерді әрқашан ұғып алып жүрсеңіз, әрине үлкен жетістіктерге де, үлкен өзіңіз қойған мақсаттарыңызға да жетесіз. Қойған мақсаттарыңызды, армандарыңызды ешқашан сырып қоймаңыз. Соған жеткенше дейін әрекет, ниет жасаңыз. Тек қана сабақ оқығандай оқып қоя салмаңыз. Оны қолданыңыз. Білім алуды сіз іске қолдануыңыз керек. Сол сәтте ғана үлкен жетістіктерге жете аласыз. Сұрақтарыңыз сонымен маркетинг бойынша
болмады ма? Тіпте барлығы түсінікті болса, барлығы жақсы болса, мен үлкен қуанышты боламын. Әрине, бір жағынан ойлаймын, неге сұрақтары тумайды, өйткені түсініксіз бекен деп. Ал екінші жағынан қуанышты жағы, барлығы жақсы түсінікті болғандықтан сұрақ жоқ бола ма екен деп тағы да өз-өзімізді жұбатамыз, қуанамыз. Ал егер де барлығы түсінікті болса, бұл маркетинг бойынша жаңағы ең басында айтып кеткен $100 сізге 3 пакет бейнекурс беріледі деп айттық. Сол бейнекурсты қазір өзіңіздің жеке компьютер ноутбугыңызға тартып алуға болады. Бірақ та ол да қиынға батса, жақын арада әрбір мемлекеттің әрбір қаласында компаниядан жеке официальное представительство дейді. Жеке сондай филиал сияқты представительстволар ашылады. Сол сәтте әрбір офистан бұл бейнекурстар дискіде, электрондық продукт дискі ретінде беріледі. Сол сәтте сол жерден, сол офистардан өз спонсорларыңызға хабарласып, диск алып, соны қарап, ашып, үйреніп алуыңызға болады. Ол да бір керекті инструмент, материал болып сізге пайдасын әкеледі. Ондаша рахмет, әрқашанда байқуатты болыңыздар. Вебинарда әрқашанда осылай жүздесейік, кездесейік. Ендігі вебинарға дейін сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Бибігүл. Рахмет сіздерге.